Жапондар мен қазақ халқының бала тәрбиесіндегі ұстанымдары бір-біріне сәйкес келеді. Жапон халқының нақыл сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Қолынан келгеннің бәрін жаса, қалғанын тағдырыңа қалдыр. Артық зат, артық уақыт шығыны. Жүректегі жеңілдік қадамыңды да жеңілдетеді. Қарапайым адамдарсыз ұлылар болмайды. Әйелі мен күйеуі қол мен көз болуы тиіс. Қолының ауырған кезде көзден жас тамады, көзден аққан жасты қол арқылы сүртеді. Сұрау бір минуттық ұят, білмеу өмірлік ұят. Қиындыққа тап болсаң, өзіңе сен. Жапырақтың суға батып кеткенін, ал тастың су бетіне шығатын уақыты болады. Ойланып шешім қабылда. Шешім қабылдап, ешқашан ойланба. Қайғы жыртық көйлек секілді, үйде қалдыру керек. Салқын шай мен тамаққа төтеп беруге болады, бірақ суық сөз бен көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Өз жүрегіңнің ұстазы бол. Жүрегіңе сені басқаруға мүмкіндік берме. Жақсы сатушы өз тауарларының барлығын жария етпейді. Егер әйел қаласа, тауды да жығады. Ит босқа үрісе де, оның артынан бірге жамырай үретіндер табылады. Кейде бір сәттің өзі алтыннан да қымбат. Жаман адамның досы болғанша, жақсы адамның жауы бол. Өміріңде бір-ақ рет қажет болса да, семсеріңді үнемі тағып жүр. Біреуден күдіктенбес бұрын 7 рет тексер.